намазды бір оқып тастағаннан кейін қайта бастаймын. Қайта бастайсың. Қайта бастайсың. Өйткені енді былай ғой. Шайтанның адамды азғырудың бір жақсы нәрсені айтып берейін сіздерге. Жазып алсаңыздар болады. И так жазып отқан шығарсыздар, бірақ сөйтсе де айтып берейін. Адамды шайтан қалай аздырады? Әсіресе қалай адам шайтанға ілінеді? Біріншісі, шайтан ниет еткенде бізді аздырады. Қараңыздар, ниет еткенде аздырады. Қалай? Ниет еткенде бірінші ниет етпе дейді. Яки ниетіңізді бұзады. Ой, ана оқып жүр ғой. Ниет деген ойыңызды бұзады. Ана оқып жүр ғой, содан не өзгерді? Бәленбай оқып жүр ғой намазды, не өзгерді? Не болып кетті деп шайтан бірінші бізді ойдан бұзады. Екіншісі, амал істеткізбейді. Енді ниетің күшті болды. Нұрлан имамды тыңдадың, Арман ұстазды тыңдадың, әйтеуір не керек? Ниетің ұрып тұр. Оқим деп тұрсың. Болды. Бұны жеңдің. Шайтанның бірінші басқышы ниет етпейді. Ниетіңізді еттіңіз. Алланың қалауымен жеңдіңіз. Енді не істейді? Істеткізбейді. Ертең істеймін. Ертең ар күн істеймін. 2030-да істеймін. Қартайғанда істеймін. Бір сағаттан істеймін. 2 күннен істеймін деп ниет істеткізбейді. Амал істеткізбейді. Ниеттіңіз жасадыңыз. Амалды да жеңдіңіз. Амалды жеңгенде өтіп кеттіңіз бұдан. Не істеу керек? Онда тез оқытады сен. Тез. Өстіп тез оқып бітіресің. Ал ондай болған жоқ. Нормально оқып бітірдің. Бұны да жеңдің. Ал онда тез оқып біткеннен кейін не істейді? Мақтанкершілік өтеді. Көріш, саған ешкім жеткен жоқ. Сен суперсің деп мақтанасың. Көрдің бе? Намаз оқып жатырмын мен. Рахмет айтып қоймайсың ба маған? Мен намаз оқып жүрмін, мендей болыңдар деп қоясыз. Ал бұны жеңдіңіз. Ешкімге айтпадың. Намаз оқудыңыз, бастадыңыз, оразасыңыз. Қандай да бір жақсылық амал. Не керек? Мақтанбадыңыз, риякершілік жасамадыңыз. Онда ғұжуб дейді. Ғұжуб деген іштей ойланасың. Супермін. Вообще маған ешкім жетпеді. Номер бірінші менмін деп ойлайсың. Бірінші менмін дейсің. Ал орысша самолюбие дейді ғой, енді өз-өзін